исключительная особенность казахской приватизации с российской заключается в том, что мы приватизировали хозяйственный имущественный комплекс. Недра – отдельный договор. Это очень важная составляющая. Поэтому нам легко будет все это пересмотреть. Все, кто обещал производить алюминий, не производят. Производить медный прокат не производят. Продолжают продавать медь в чушках, глинозем вместо алюминия. Они должны будут попрощаться с этим активом. Мы должны это пересмотреть. У нас есть уже свой капитал. Мы можем это сделать по-своему. Керемет идея. Тәуелсіз Қазақстан тарихындағы екінші үкіметті басқарған адамның сөзі. Айтқан сөздері жай ғана ақыл кеңес емес, өзі істеген істі түзетудің жолы деуге болады. Эфирде 4-ші билік арнасы армысыздар. Біз бүгін 90-шы жылдардағы жаппай жекешелендіру туралы және оған қатысы бар тұлғалар жөнінде айтамыз. Жекешелендіруге тікелей кәдімгі қолын жеңін тұрып қойып кіріскеннің бірегейді сол өзі жоғарыда отырған кісі екеуі тандем жұмыс жасады. Кейін келіспей қалғандар енді білесіз ғой, дүниені бөлу өте қиын. Қалдаса түскен. Соны айданып келіп, Қажыгелден шетелден бір-ақ шықты сол. Оны талдап жататын ештеме жоқ. Басынан дау арылмай, жуырда ғана Митылдың меншігіне алынған Теміртаудағы үлкен кәсіпорынның қалай сатылғаны, алюминий, алтын, мысымызды өндіретін үлкен компаниялардың шетелдіктерге қалай арзан бағаға берілгені туралы рет-ретімен айтайық. Жекешелендіру деген үлкен жоба тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш премьер-министрі Сергей Терещенконың кезінде басталды. Ал оны жүзеге асыруды жандандыру үшін бірінші орынбасары болып, сол кездегі жас әрі өзіне сенімді бизнесмен Әкежан Қажыгелдин тағайындалған болатын. Орынбасары бола тұра, президенттің өзін ықтыратын жоғарғы кеңес депутаттарының алдында айылын жимай сөйлейтінді. Добавлено 4,5 миллиарда по статье реализации государственного имущества. Я бы вас просил быть более в этом плане реалистичными. Значит, плюс 4,5 миллиарда это такое имущество, которое поискать еще трудно. Мы, наверное, настроены не все продавать зарубежному инвестору, и даже если инвестор появится, он не все купит. Поэтому выйти за пределы 2,5 миллиарда, которые мы и так индикативно заложили в доходную часть, нам вряд ли удастся. Даже при этом я хотел бы обратить ваше внимание, что в соответствии с законами, ранее принятыми прежним составом Верховного Совета, 20% этих средств должно направляться на жилищное строительство, и 20% должно направляться на постприватизационные мероприятия для того, чтобы народ, вложив сегодня пики в фонды, завтра не оказался без ничего. Бұл депутаттардың әртүрлі салаға ақша бөлуді сұраған сауалдарына жауабы еді. Басты назар аударатын мәселе жекешелендіруден кейінгі іс-шаралар немесе әртүрлі қордың акциясын, купонын сатып алған халықтың тақырға отырып қалмауы туралы әңгіме. Сол кездегі үкімет құрамында да, жоғарғы кеңесте де отырған саясаткерлер сол уақытты кешегі күндей есте сақтап қалған. Заводтардың бәрін жекешелендіру басталды. Сөйтіп, жаңа өздеріңіз кәдімгі қазіргі мына телевизорда шығып жүрген өзін бір адал санайтын Бутя Капитал деген шықты да, солардың бәрі сол жаңағы заводтардан бәріне сол бөліп, соның мүшелерінің бәріне жаңағы не алдық қой бәріміз. Сол кезде жаңағы нені сата бастады ғой бәріне. Жекешелендірді болды. Сөйтіп олар көптеген уәде беріп, мінекей ертеңгі күні содан сол бонус дейміз ғой, соның жаңағы тапқан табыстан әрбір азамат соны алады деген сияқты әртүрлі әңгімелер айтып, алдаудың негізін сол кезде бастады, халықты алдауды. Сол жекешелендірудің ақыры немен келгенін өзіңіз білесіз қазір. У меня с Акижаном Макжановичем всегда были сложные, скажем так, отношения. Ну, прежде всего по работе, я тогда возглавлял антимонопольный комитет. Ну и пытался добиться, чтобы разгосударствление и приватизация, а тогда это было самое основное занятие правительства, все-таки непосредственно касалось объектов экономики.
А курс правительства был на то, чтобы создавать холдинги, так называемые холдинги. Причем холдингами тогда были фактически прежние министерства, превращались в холдинги. То есть был Минлегпром, получался холдинг легкой промышленности по всему Казахстану, который надо было почему-то приватизировать вот в таком составе. То есть выпускались акции этого холдинга и приватизировались, и то не целиком, а некими маленькими пакетами акций этого холдинга. Я возмущался, пытался протестовать, доказывал, что это неправильно. И в этом смысле у меня сначала и с премьером Терещенко, и первым заместителем премьера Кожегельдиным были сложные отношения. А потом уже, когда правительство Кожегельдина, я там остался, Назарбаев меня даже не просто оставил в этом новом правительстве, но и усилил антимонопольный комитет, отдал нам Госкомцен, мы стали комитетом по ценовой и антимонопольной политике. И с премьером Кожегельдиным в этом смысле было сложновато, скажем так. Көптің қарсылығына ұшыраған жекешелендірудің негізгі мақсаттарының бірі бюджетті толтырып, тұралап тұрған экономиканы аяққа тұрғызу болатын. Сол уақытта тіпті арнайы іс-шаралар жоспары да қабылданды. Экономикалық реформа деп аталған бағдарламаны да қолдамағандар болыпты. 1994 жылы ең үлкен қателік жүзеге асырылды. Әкежан Қажыгелдин мен Сергей Терещенко бастамасымен үкімет іске асырған. Ол өзара есептесуді ұйымдастыру еді. Түсіндіре кетсем, 1994 жылдың басында басты проблемамыз төлемдерді төлемеу екенін түсіндік. Төлем дағдарысы шын мәнінде 1993 жылы тіпті 1992 жылдың соңында басталған. Сол уақытта өзара есептесуді ұйымдастыру деген идея пайда болды. Бұл кеңестік тоталитарлық мемлекеттің механизмі еді. Неге дейсіз бе? Өйткені ол кезеңде кәсіпорындар мен банктер бәрі толықтай мемлекеттің меншігінде болатын. Ал төленбеген төлемді солардың арасында айналдыратын болса, бір тиында шашау шықпай, есеп айырылысқандай болады. Яғни ақша өз ішінде қайта бөлінеді де іште қалады. Ақша жоғарыдан беріледі. Нәтижесінде балансқа сай келмейтін қате болса анықталатын. Ал 1994 жылғы өзара есеп айырысу қалай болды? Әсіресе меншік иелері сан түрлі болған уақытта. Кәсіпорындардың ішінде мемлекеттікі де, жеке меншігі де араласы да болды. Банктерде солай. Ең қорқыныштысы ол уақытта банкаралық валюталық биржа жұмыс істеп тұрған. Бұл дегеніңіз есебі жоқ кемшіліктер едім. Егер төленбеген қаражатты реттеу үшін жоғарыдан ақша құятын болса, онда ол қаражат осы кемшін тұстардың бірі арқылы банкаралық биржаға түсіп кетер анық. Бірақ бұл қабылданып кетті. Кәсіпорындардың өзара қарыздарын жабу үшін қанша қаражат қажет екенін есептеген уақытта 34 миллиард керек болатынын білдік. Ал ол кезде Қазақстандағы теңгенің жалпы массасы 50 миллиард шамасында ғана еді. Бірақ бұған барлық кәсіпорын мен банктер тартылып, қаржы министрінің баяндамасына сенсек, жыл соңында өзара есеп айырысуға 22 миллиард теңге жұмсалған. Мұғалімдер мен дәрігерлерге жалақы төлеуге ақша таппай жатқан кезде ең қауіптісі бюджет емес еді. Ең қауіптісі өзара есеп айырысудан кейін 2 апта өткен соң теңге бағамы 3 есеге құлдырады. Яғни ұлттық валютаны енгізе салысымен бір жыл ішінде теңге құлдырады деген сөз. Алайда сол кездегі вице-премьер бұл пікірмен мүлдем келіспейтінін депутаттар алдында анық айтқан еді. Кто вам сказал, что доллар стоил 6,5 тенге в ноябре 1993 года? Это был расчет. Тенге может себя проявить в течение года, полутора. Мы закладываем 68, но может быть мы удержим 30. Мы хотим удержать 15 в сентябре. Это будет зависеть от того, какую денежную массу мы выбросим в оборот денежный. Я, выступая на согласительной комиссии, говорил, что это управляемый процесс. Денежную массу можно управлять. 47 миллиардов. Какой расчет идет? Расчет закладывается до конца года с ожиданием, что тенге против доллара будет не укрепляться. Все-таки сейчас он стабильно падает. В апреле и марте он обвально падал. И расчет заложен таким образом, что может быть в конце года доллар будет стоить 68 тенге. Вот так вот, из такого расчета. 1994 жылы Қажыгелдин айтқан оптимистік те, пессимистік сценарий де орындалмады. Сол жылы ұлттық валютаның доллар алдындағы бағамы 51 теңгемен қорытындылаған болатын. Бірақ сол уақыттағы экономикалық ахуалды жақсы жағына өзгертті деген сөз емес. Жағдай әлі де күрделі еді. 95-тен кейінгі жылдары уже
конституцияны өзгерткеннен кейін барып, уже қайтадан мынау үлкен мекемелерді, жаңағы завод, фабрикаларды жекешелендіру басталды. Міне сол ең қиындық сол кезде алып келді. Мен өзім 92-93 жылдары Шымкент қаласында әкім болып істедім. Мен сол кезде біздердің сонда түсінбеппіз. Біз не үшін не істеуіміз керек екенін тиянақты еш уақытта болған жоқ. Сондықтан мен өзім бастаған сол қалада бүкіл завод фабриканың бәрін жұмыс істесін деп сол бойынша көптеген жұмыс жасадық біздер. Біздер мен өзім сол кезде совет директоров құрып, бүкіл өндіріс орындарында, бізде ол кезде үлкен заводтар көп қой. Солардың қоймаларында миллиондаған ақшаға қосымша бөлшектер жататын. Ол өздері де білмейді жатқан. Соның бәрін сол совет директорлар кеңесінде сонда бір Суворов деген электроаппарат заводын соны жаңа президентті сайладық, жаңа сөйтіп бәрі ол кезде бағынады. Себебі мен тек қана қаланың әкімі емес, мен ол кезде жоғарғы кеңестің депутатымын. Маған соның қызметті сонда тиянақты түрде, қатаң түрде өзімнің алдағы мақсатымды орындауыма осы сол қызмет өте көп көмектесті. Мен жоғарғы кеңестің депутаты болғаным. Соның арқасында біз бір заводты тоқтатқанымыз жоқ. Себебі біз бартерменен бере бастадық. Яғни төлейтін ақша жоқ. Соның орнына кәсіпорындар бір-бірінің тауарын басқа бас айырбастап есеп айырысқан. Әйтеуір мыңдаған адам нәпақасын тауып отырған жұмыс тұрып қалмас үшін. Сондықтан бұл бастаманы бір қала деңгейінде ғана жүзеге асыруы тиімсіз болар еді. Кейін ол аз болғандай, мен бүкіл облыстың Қазақстандағы 93 жылы бүкіл Қазақстандағы облыс орталықтары бар ғой. Өзіміз сияқты Шымкент сияқты облыс, соның бәрінің жаңа әкімдерін шақырып, сөйтіп үлкен келісім шарт жасап, сөйтіп жаңағы бүкіл республикадағы осындай өндірістердің бәріне көмектесу үшін біз союз құрдық оны. Ешкімнің рұқсатынсыз не аппарат президенті білмейді оны, не облыс білмейді. Енді мен қазір өзім ойласам, өзім таңданам, қалай сондай шешімге барып соны жасадық деп. Шешімді өздеріңіз қабылдап отырсыз, өзіміз қабылдап, мәселені шешу үшін. Иә, өзіміз. Сөйтіп оларда мысалы үшін бізде бір автобус шығара бастағанбыз, бір кішірек механический заводта. Сөйтсек оны Россиядан алудың керек жоқ, біздің Семипалатинскіде ғана БТР танк шығарады, военный заводта көп нәрсе заказ беруге болады. Басқа онда біз бартермен араласып отырдық. Сөйтіп бүкіл Қазақстандағы жаңағы осы өндірістің бәрін қозғалту мәселесін қолға алған болатын. Қазір импортозамещение деп жатады ғой. Сол импортозамещение деген біз сол 93 жыл бастағанбыз. Әлі сол импортозамещение дегенмен келеді. Сол сияқты біздің, мен кейін түсіндім, сол менің бастаған бағытымның дұрыс емес екенін, билікке қарсы не болғанын бәрін. Сол уақыттан бастап. Иә, бағытымыз дұрыс болмаған. Ал енді сол жекешеліктің енді жекешелендіру соны ары қарай кейін неге алып келгенін қазір өзіңіз көріп отырсыздар. Жекешелендірудің неге алып келгенін көріп отырмыз. Ал сол кезде неге айтылмады дейсіз бе? Айтылған жоғарғы кеңес мінберінде бірнеше рет көтерілген. Мысалға, біз 92 жылы жоғарғы кеңесте бақылау палатасын құрдық. Сол бақылау палатасын сол кездегі сөйтіп енді үлкен қиындықпенен сол палатаны жасап, оны жоғарғы кеңестің, ол кезде бізде парламенттік мемлекет едік қой. Парламенттік мемлекет болды. Сондықтан Ғазиз Алдамжаров деген жігіт бар, Атыраудың бірінші қатысы болған облыстың, соны деген тағайын сайлап сол жерде соның бірінші доклады болды 93 жылы, бірінші информациясы. Енді сол оқи бастаған кезде бүкіл зал, барлық Қазақстандағы басшылықтың бәрі жиналған жоғарғы кеңестің залында. Зал деген гулеп кетті ғой. Шерағаңның сол кездегі сөзі қазыдан қақпақ кетсе иттен ұят кетеді деген сөз сол кезде айтылған. Біліңіз, ол кісі түсінді, бәріміз де түсіндік қайда баратқанын бәрін. Міне содан бері қарай соған келе жатыр. Енді әлбетте сыртта отырып айту жақсы. Қазір енді егер ол шынымен ой түзеліп, шынымен солай сол болып келетін болса, ол кісі былай жалпы талантты адам, былай тез қабылдай білетін, экономикаға да хабары бар, мен жағына ешқандай қарсылығым жоқ. Бірақ олардың ішкі дүниесі, бастауының бәрі, олар өздері де соны қамтып, соның ортасында болды. Сол кездегі жаңағы бақылау палатасы, сол кезде Терещенконың не істеп жатқанын бәрін ашты. Сол кезде мысалы үшін ұлттық банк кредит бере бастады. Ұлттық банк кредит бере, қалай болса, кім біз соған? Жаңағы бүйтіп қойын ашып отырады да, болды. Терещенконың өзі сол рұқсат беріп,
жаңа кредит беріп отырған. Премьер-министр, көрдіңіз ба? Сондықтан да олардың қандай жолмен кеткенін бәрі солай. Соның ішінде жаңа Қажыкелдин де бар. Депутаттардың кейбірі нақты дәйектерді алға тартып, тіпті сол кездегі бас прокурордың өзіне тікелей сауал қойған. Дом быта, построенный примерно на 7 миллионов долларов, приватизирован, продан за 200 долларов. Об этом факте тоже неоднократно были подняты, однако вопросы остаются на месте. В отношении того, что за бесценок приватизируются социальные, культурные и там обслуживающие объекты, в этой части действительно таких фактов много, по многим мы предъявили иски, договора о приватизации отменены и возвращены или доплачены, недоплаченные суммы. Я могу здесь тоже пример привести. По тем же фактам, которые я раньше говорил, по Павлодару, по Талдыкургану, по городу Алмате, все вот эти факты сделки, они признаны недействительными, и соответствующие меры приняты. В отношении Домбыта я первый раз слышу. Если там действительно такой факт есть, мы проверим и дадим вам соответствующий ответ. Айта берсе, мұндай мысал жетерлік. Бүтін бір аймақты дамытуға қауқары бар үлкен кәсіпорындардың өзі жермен жексен болып, тарихтан жоғалғаны ел есінде. Мен енді Шымкенттік болғаннан кейін Шымкентті айтып отырғаным, сол жердегі мынау фосфорный завод деген. Қандай керемет заводтар, мыңдаған тонна меттер бар, жаңағы мыстар, соның бәрін Қытайға сатып, қаншадан байды өздерінше. Соның кейін Свинцовый завод, соғыс кезінде 10 оқтың 9-ын жасаған завод. Соның қасында 24 гектар жерде пресс-автоматов деген завод болды. Соның жаңағы директоры, жаңағы армян кісі еді, мен соны барып аралап көрдім. 2 этажды қандай уникальный дейді ғой бұлай. Сондай станоктар болатын. 2 этаждық кәдімгі танк шығаруға болатын заводтар. 24 гектар жерде өзіңіз білеміз, соның бәрі жеке қылықта құртып сатып, соған бір адамға береді. Өзден ол білесіз ғой, кім таныстары алатын. Сөйтіп небір станоктардың бәрі. Мен сонда ойлаймын, бұның бәрі де жауыздық қой деп ойлаймын. Біз нағыз қастандық, семесе сондай заводты кейін кішкене консервацияға қойса да уақытысында кейін ол станоктың бәрі жарайтын станоктар. Ал енді одан да жаңасын алам десең, реконструкция жасап, жаңасын қойып, бәрін істеуге болады. Сол завод істеп тұрса, қазір біздің Қазақстандағы көптеген ненің бәрі, қажетті ненің бәрін сөйледі. Тракторда шығарам десең де, не істесең де, бардың жаңа кішкене реконструкция жасауға болатын еді. Соның бәрін жоқ бұл жерде ғой. Мен де просто қарап отырсаңыз бәрі кәдімгі мола болды да қалды әшейін жаңағы үйіліп несінің бәрі. Міне осының бәрі де ешқандай ойланбай істеген тірлік деп ойлаймын мен. Біз де соған сендік, сондай болғаннан кейін жаңағыдай мен сияқты жаңағы өндіріс істеген басшылардың жасаған қадамының бәрі ол дұрыс емес деген бізге сондай пікір білдіріп, сонымен бар жоғы бір жыл онағай істедім де жұмыстан босатты сол еді. Требование народа остановить немедленно приватизацию. Ведь смотрите, они приводят, я ведь не с потолка взял цифры, а сегодня Александр Федорович Крестенко подтвердил это. Когда за 26 тенге покупается пропашной трактор ДТ-75, нет переоценки основных фондов до сих пор. Когда за Мерседес покупается ЦУМ Чемкенский, когда за 20 тенге покупается трактор К-700, это балансовая стоимость в хозяйстве Александра Федоровича, 20 тенге К-700 стоит, а колесо стоит в 1000 раз больше этого К-700. То есть идет сознательное уничтожение промышленности республики, не только промышленности, а сельского хозяйства. Вы обратите внимание, что получается. Народ лишен покупательной способности. Если он не может купить продукцию сельского хозяйства, ее, естественно, никто производить не будет. Уничтожив сельское хозяйство, мы вольно или невольно подорвем промышленность, потому что не будет покупателей на эту продукцию промышленности. То есть идет сознательный геноцид против народа Республики Казахстан. И ведется он правительством с попустительства Верховного Совета. Ал осыншама ауқымды деңгейдегі бассыздықты тығырықтан шығатын жалғыз жол ретінде көрсету арқылы жүзеге асырған.
қазіргі басшылардың жаңа Қазақстан құрдық деген сияқты ол кезде де сондай идеология жүріп отырды. Иә, депутаттарға да түсіндіру солай. Мінекей біз нарықтық экономика түсіндік, бізге инвесторлар деген кәдімгі таптап әшім күтіп отыр, бізге келеміз деп соны бұлар деген сол өздерінің адамдарын таныстар арқылы өз адамы өздері инвестор болып ана жақтан басқа бір осында бизнесте жүргендерді шетелден тауып солармен сол арқылы жаңағы фирмалар құрып солар әкеліп деп сол ұрланған ақшаны өзімен өзін айландырып сөйтіп бәрі сол халықпен алдауға келді ғой. И қазір де сол. Все-таки премьер Кожегельдин, он и стал-то премьером по политическому, скажем так, заданию, и не просто все приватизировать, но и, между нами говоря, отдать иностранцам. Вот, скажем, этот знаменитый Трактибель, который пришел на место Алмата-Энерго. Вот. Это все было, ну, может быть, не совсем кожегельдинской идеей, но исполнение было его, и он очень ревностно в этом смысле добивался исполнения, и тут у нас тем более искрило. Вот я вам могу еще такой эпизод припомнить. Как-то на заседании Кабинета министров у нас получился просто конфликт, потому что фактически с премьером. Ну, вообще-то и с министром экономики, с министром энергетики, Виктор Вячеславович Храпунов тогда был министром энергетики. У меня с ним получился резкий разговор, а поскольку Кабмин вел сам премьер, то есть с ним тоже, он даже заседание Кабмина взял, да и прекратил. А почему? Потому что министр энергетики предложил разбить всю энергетику на зоны некие, и тарифы в каждой зоне были свои. Например, в Караганде свои, в Павлодаре свои, в Атырау свои тарифы. Я самым активным образом возражал, премьер был раздражен, Кабмин закончился, и через короткое время мне предложили написать заявление об отставке. Артынша премьер-министр өзіне қарсы шыққан министрді кабинетіне шақырып алып, экономикалық біліміңіз болмаса, несіне қарсы шығасыз деп уәжін алға тартады. Сондағысы Петр Сойктың мамандығы энергетика екенін бетіне басқаны. Энергетика мәселесін энергетиктен жақсы кім түсінуі керек? Я беру лист бумаги и ему рисую. Говорю, вот это Казахстан. А вот энергетики Казахстана, на карте Казахстана единой нету. Вот это Запад, это вообще не Казахстан, это конечные сети Российской Федерации. Вот это север Казахстана, вплоть до Караганды. Это единая система с Южным Уралом и с Сибирью, и с Алтаем. Российская система, мы тут все вместе. А вот юг, который очень плохо соединен с остальным Казахстаном, это больше и Киргизия, и Узбекистан. То есть весь юг Казахстана – это одно кольцо с Узбекистаном и с Киргизией. Так говорю, что вы вот предложили вместе с Храпуновым? Вы взяли и вводите разные энергетические системы и разные тарифы в Павлодаре и, например, в Караганде. Хотя на самом деле Караганда от Павлодара отличается только тем, что там были разные обкомы партии, а с точки зрения энергетики это ровно одно и то же. И если уже делить энергетику на зоны, то ее надо делить так, как оно есть. Запад отдельно, север отдельно, юг отдельно. Вот. Он вообще, человек был толковый, для него это было просто неожиданная такая лекция, он до этого даже это не знал. И он тогда по громкой связи набирает и Сингарина, первого заместителя премьера, и говорит, завтра внеочередной Кабмин, вопрос по энергетике, по тарифам, докладчик Своик. И Сингарин говорит, как же Своик, мы же его уволили. Вот. Он говорит, ничего, пусть завтра доложит. Да я же его знаю, он откажется докладывать. Я, поскольку разговор громкий, говорю, ничего, я на общественных началах доложу. Баяндама жасалған, бірақ нәтижесі өзгеріссіз қалыпты. Вечером того же дня, после этого разговора, мне уже звонят из приемной Назарбаева, вас Нурсултан Абишевич вызывает. И с утра
И у меня разговор с Назарбаевым. Он говорит, вот я Акижану разрешил, дал карт-бланш на замену правительства. Но ты особый случай, расскажи, что у вас там за конфликт. Я беру такой же лист бумаги и рисую президенту карту. Вот она северная зона, вот она южная, вот она западная. И вот как правильно. Он говорит, я все понял, иди работай. Вот. После этого у нас с Кожегельдиным отношения попытались наладиться. Он сказал, я к тебе сам приеду в комитет, и мы договоримся о том, как теперь вместе работать. Он вместе с Карагусовой приехал, мы там провели несколько часов за столом, объясняясь и договариваясь о том, что теперь надо совместно. Но после этого все равно ничего не получилось. И ту же энергетическую реформу, Харпуновскую, все равно вскоре сделали, к сожалению. Жекешелендіруді жүзеге асыруға басты кедергі жоғарғы кеңес еді. Олардың билігін азайту мақсатында президенттің өзі бір қатар қитұрқы әрекетке барғаны белгілі. Бұл бағытта Қажыгелдинде қалыс қалмаған. Премьер-министр өкіметтің кеңейтілген отырысында парламентқа бөлінген қаржыны тиімсіз игерді деген мәлімдеме жасайды. Ал депутат Серік Абдрахмановқа тиесілі Елімай қоры арқылы Германиядан алынған несиені талан-таражға салды деп ашық кеткен болатын. Недавно господин Қажыгелдин на встрече с промышленниками заявил, что придется платить за фонд Елімай президента Абдрахманова 30 миллионов дойче-марок. Почему он должен платить за Абдрахманова? В этом нет никакой необходимости. Премьер-министр назвал еще несколько организаций, за которые он собирается расплачиваться. Но если Акижан Қажыгелдин, вчерашний коммерсант, может из своего кармана хочет расплатиться, то я буду ему благодарен. Но если вот он хочет по старой традиции сделать это за счет бюджета, то я думаю, он глубоко ошибается. Мы не должны ему это сделать, позволить это. Я надеюсь, что генеральный прокурор обратит внимание на реплику премьера, сделанному и получившему огласку в средствах массовой информации. И заодно даст оценку как и действиям, так и клевете в адрес депутата. Таңдау жасауда қателескен кездер болды, алайда соған қарамастан экспериментті қайталай береміз. Күш жинап ары қарай ісімізді жалғастырамыз. Егер үкіметіңіз экономиканы көтеру үшін еліңізге өзгенің қаражатын тарталса, онда ол үкіметке қошемет көрсетуіңіз керек. Қаншасын айтылса да, отставкаға кетпей, керісінше президенттен мақтау естіп шыққаннан кейінгі мәлімдемесі еді. Мемлекет басшысының өзі қолына карт-бланш беріп тұрса, есірмей қайтсын. Қажыгелдин былайынша сол кездегі мынау нарықтық экономиканы тез түсінген азаматтардың бірі. Былайынша өздігінен де соны. Бірақ ол да сол жаңағы жолмен кетті оларда. Енді сол жолмен кетті. Мен оны білем ғой, мен министр болып жүргенде білем. Солардың кейбір істеген тірлік, бір істеген тірліктерін мен түсінбей, даже президентке айтқаным да бар. Мына нағып сөйтсем, мен ойлап жүрмін, президент соған шара қолданады десем, қара қолданған іштеме жоқ, қайта соның ішіне кіріп өздері. Сонда мен түсіндім. Бұл бағыттың Қажыгелдиннің кім екенін, басқалардың кім екенін, не істеп жүргендердің бәрін. Бұлар ешқандай бұлай мемлекеттікті сақтап қалу, баяғы өзіміздің мемлекетке жан ашу деген нәрсе болған жоқ. Трактибель пришел, когда министром энергетики был Храпунов, а премьером был Кожегельдин. Это был, я бы сказал так, профессионально неправильный и антигосударственный акт, но он произошел. И если бы кто-то действительно всерьез был против, он бы просто не сохранил свою должность. Трактибель Алматы қаласы мен облысындағы энергетикалық нысандардан бастап елдегі ірі газ тасымалдаушы кәсіпорындарға иелік еткен компания 2000 жылдардың басында дауға ілігіп, елден қуғанда етіп шығарып жіберген еді. Онымен қалай келісімшартқа отырғаны жайлы бас қатырып қажеті жоқ. Ел аумағында бір схема бойынша жұмыс істелген. Шымкенттегі бәрі олай солай. Бәрі сол жаңағы келісімшарт арқылы жаңағы қараңғы жерде отырып келісіп
сол қаншасын береді, қаншасын алады, соның бәрі сол қол байласу арқылы біткен тірліктер оның бәрі де. Барлық өндіріс орындары. Ал енді мысалға мен тікелей қарсы болғаным біздің мынау стратегиялық объектілерді біздің мемлекетке, халыққа қызмет ететін, мысал үшін қалада, мысал үшін Горбада канал деген бар. Энергетикалық жарық беретін жіберді. Соның бәрі қазір жекеге өтіп кеткен. Өзіңіз ойлап көріңіз, жеке не бітіреді сонда, не істейді ол? Жеке деген сөздің өзі бір адам өзіне ол барлық байлықты жаңағы тарифті көтеру арқылы бәрін ол мен билікпен келісіп алады да, олда арасында өздерінің байланыстары бар, жаңағы қол байланыстары бар. Терещенконың өзіне де өтіп кеткен сондай нысандар бар екен ғой, стратегиялық. 1995 жылдың сәуірінде Қажыгелдиннің бірінші орынбасары Метте жапониялық Жапон Хроме Корпорейшн компаниясымен хром өнеркәсібі дамыту бағытындағы ынтымақтастық туралы келісім шартқа қол қояды. Осы құжат аясында Хромтаудағы Донский тау-кен байыту комбинаты, Ақтөбе мен Ақсудағы ферроқорытпа зауыттары жапондықтардың меншігіне өтті. Алайда бұл кәсіпорындардың шынайы қожайындары Машкевич, Алижанов, Ибрагимов еді. Әділін айту керек, Машкевич өзінің үш қарулы оққағарынан бөлек жапон азаматын да ертіп жүрді. Оны фирманың президенті Судзуки деп таныстыратын. Сондықтан жапон колориті сақталды деуге болады. Вы знаете, в те времена частенько было, что премьер был просто недоступен. Вот, я даже иногда удивлялся, а чем он вообще занимается, что вот к нему попасть, чтобы решать какие-то вопросы, очень тяжело. К президенту и то легче записаться на прием было, чем к Кожегельдину. Вот. Как я понимаю теперь, уже задним числом, он большую часть рабочего времени проводил в подготовке приватизации по так называемым индивидуальным проектам. Вот, наверное, стоит отдельно рассказать, что тогда было целое постановление правительства, и там было 3 категории приватизации. Первая – это массовая, и с нее ничего не получилось. Отдельно можно рассказать. Вторая – это малая, она прошла. А третья, и самое главное, это приватизация по индивидуальным проектам. Жаппай жекешелендіру неге жүзеге аспады? Бұл кәдімгі бәрімізге купон сатып алу арқылы жүргізілген жекешелендіру еді ғой. Тут целый ряд был причин, по которым ничего не получилось. Но одна из причин. Вот этим инвестиционным компаниям, которые участвовали в приватизации, разрешали приобретать не более чем, по-моему, 30% акций каждого предприятия. То есть ни то, ни сё. 30% это даже не половина. То есть, и сами эти компании, получается, раскупали предприятия кусочками. Вот это предприятие, вот это предприятие, вот это предприятие. Какой-то винегрет получается. К тому же, я повторяю, приватизация-то шла не через предприятия, а через холдинги. То есть был Минлегпром, его превратили в холдинг, и его приватизировали целиком, хотя там много десятков, или если не сотен разных предприятий. Был Минместпром, его превратили в холдинг, и так далее, и так далее. Министрлікті холдинг қылды ма, басқа қылды ма, әйтеуір купондардың сатылғаны анық қой. Халық алды, бірақ сөйте тұра неге аяқсыз қалды? А во-вторых и в главных, вся такая промышленность, она умерла естественной смертью, потому что тогда мы уже перешли к вот такой схеме экспортно ориентированной сырьевой экономики, когда в самые крупные наши сыредобывающие комплексы зашли либо реальные иностранцы, как, например, на Тенгизе, на Карачаганаке, а чуть позже на Кашагане зашли иностранные компании, либо появились, и это вот как раз приватизация по индивидуальным проектам, которым тогда занимался Акижан Макжанович, появились такие квази-иностранцы. Ну, там, типа евразийцев, различного рода корейцы, которые то ли из Южной Кореи, то ли из нашей Жезказганской области. Вот. То есть такие как бы иностранные, но немножко
но немножко, в том числе и аффилированные с нами иностранцы. Вот черная металлургия, цветная металлургия была отдана таким квази-иностранцам. Это все работало на экспорт сырья, нефтяного сырья, либо металлургического сырья. А большая часть всей другой промышленности Казахстана, она просто умерла естественным образом. Поэтому даже те приватизационные фонды, которые понакупали на эти чековые книжки всяких разных акций, они потом не знали, что с этими акциями делать, потому что это были фактически обанкротившиеся предприятия. Там на металлолом можно было сдавать, и не более того. То есть из этой массовой приватизации ничего не получилось, к сожалению. Оның үстінде жаппай жекешелендіруге ешкім аса бас қатыра қоймаған сыңайлы. Өйткені атақ пен табыстың бәрі жекелеген жобаларда еді. Яғни Қазақмыс, Кармет сияқты алпауыт өндіріс орындарында инвестор табу маңызырақ болғаны анық. Сол кезде Карметті металдың 250 миллион долларға сатып алғаны көпке аян. Бұл 1996 жыл еді. Содан бері қарай ArcelorMittal шахталарындағы үлкенді кішілі апаттар салдарынан жүздеген адам опат болды. Инвестиция тарту үшін жалынғандай болып шақырған соң құтырмай қайтсын. Жалпы осы сияқты ірі нысандарды жекешелендіруге билік басындағылар тікелей араласқан. Амалбек Тышанов Жамбыл облысында әкім болып жүрген кездегі оқиғаны қас қалпында айтып берді. Мен кезінде білем мен Қажыгелдин мен облыста жүріп уже сол жұмыстан кетер кезім сол кездерде маған қоңырау шалып, анау грес бар ғой бізде. Иә. Соғының жері қаланың ішінде ғой. Соны сен қалайда мына ненің қаланың сыртында деп арзан бағамен алып бересің деп. Мен соны істеп бердім. Мен де преступникпін соның ішіндегі мен де бар. Енді премьер-министр айтып отырғаннан кейін не істейсіз соның бәрі. Соның бәрін жаңа шешім шығарып. Иә, сөйтіп. Сондай тірліктің бәрі солай болған. Қалай десе де, жекешелендіруді Сергей Терещенко бастаған. Алайда ол кісі сол кезде өз басын арашалап, мәлімдеме жасап үлгерген еді. Егер мен кепілдікпен несие беру арқылы байыған болсам, онда Әкежанның қасында жүрер едім. Біріншіден мені бірнеше рет бақылау палатасы тексерді, парламент тексерді, кейін бас прокуратура мен тергеу комитеті тексерді. Ештеңе таппады. Егер шындап қаласа табар еді ғой. Ал үкіметтің кепілдігі арқылы несие берілгеніне келсек, оны мен жалғыз бермедім ғой. Комиссия болды, шетелдік инвестиция бойынша комитет құрылды. Осы істің басқасында Жандосов Жолдаспен менің бірінші орынбасарым Сембаев жүрді. Ешқайсысы ешқайда кетпей орнында жүр ғой. Өз кәсіпорындарымызды аяққа тұрғызып, нарықты толтыру деген басты мақсат болды. Ештеңе жоғалмады ғой. Қазақстанда ең алғашқы салынған қонақүй Рахат Палас орнында тұр. Анкара қонақүйі де орнында тұр. Олар ақшаны өндіріп беруі тиіс. Біз сатып алған вагондарда жүріп жатыр. Біздің телекоммуникация үздіктердің қатарында. Миллиард марканы үкіметтің кепілдігі шеңберінде немістер берді, сақтандыру арқылы. Ал уақытында қарызды өтемесең, онда мемлекетке төлеу жөнінде талап қоя бастайды. Кей кездері өз-өзімнен осы дұрыс па деп сұрайтыным бар. Айналып келгенде бәрі дұрыс істелді. Қажыгелдиннің жұмысына өзінен кейін үкіметті басқарған Нұрлан Балғынбаев та өз бағасымен берген болатын. Мен Қажыгелдин мырзаның үкімет басшысы ретіндегі әрекетін талқылаудан, оның үстіне сынаудан барынша аулақ болуға тырыстым. Алдында еңбек еткен адамның жұмысына баға беруді дұрыс емес деп санадым. Кеңестік кезеңде қалыптасқан ережемен кеткен адамның соңынан тас лақтырғым келмеді. Біздің үкімет бұрынғы құрамның қателіктері үшін үнемі жауап беруге мәжбүр болды. Біреудің кемшіліктерін түзету үшін көп тер төгіп, қымбат уақытты қиып еңбектендік. Өткен аптада ғана парламентте 1997 жылғы бюджеттің игерілуін талқылау барысында қаспақ жеген тұтылдының керін кидік. Бізді осы бюджеттің игерілмеген үшін аяусыз, оның үстіне әділетсіз сынады. Үкіметтің жаңа құрамы 1997 жылдың соңында жасақталып, бюджеттің дайындалуына да, оның жүзеге асырылуына да ешқандай әсер ете алмайтынына қарамастан. Қажыгелдин бюджетті толтыра алмады делік. Жекешелендіруде өз адамдарын сүйреді делік. Бірақ ол қызметтен кеткеннен кейінде тіпті қылмыстық қудалауға ұшыраған соң, бұл соның кезінде келісім шартқа отырған Машкевичтері металдардың мұрты қисаймай жұмысын жалғастыра бергені де еске сала кеткен жөн. Төртінші билік арнасы Әкежан Қажыгелдин туралы тағы да материалдар бермек.
Әзірге біздегі жекешелендірудің Ресейдегі Чубайс жүргізген жекешелендіруден айырмашылығы жайлы ең басында тыңдаған Қажыгелдиннің сөзін тағы бір тыңдасақ. Сау болыңыздар. Исключительная особенность казахской приватизации с российской заключается в том, что мы приватизировали хозяйственный имущественный комплекс. Недра – отдельный договор. Это очень важная составляющая. Поэтому нам легко будет все это пересмотреть. Все, кто обещал производить алюминий, не производят. Производить медный прокат не производят. Продолжают продавать медь в чушках, глинозем вместо алюминия. Они должны будут попрощаться с этим активом. Мы должны это пересмотреть. У нас есть уже свой капитал. Мы можем это сделать по-своему.